Адамзатқа не қауіп төндіреді? Цифрландыру жаңа дәуірдің басы ретінде. Цифрландыру әлемді өзгертті. Адам мүмкіндіктерінен асып түсетін жасанды интеллекті дамытуға жағдай жасады. Адамзат осы жаңа әлемде қалай өмір сүруге болатынын түсінудің және бейімделудің орнына, еріксіз зардаптарды елемей, өзінің әдеттегі мінез-құлық үлгілерін жалғастырды. Бұл адамдардың көлікті меңгеру үшін кеш болғанша атқа мінумен салыстыруға болады. Адамның мұрагері ретінде. Егер цифрландыруды жаңа дәуір деп есептейтін болсақ, жай ғана құрал емес, болмыстың жаңа тәсіліне айналады. Егер тек логика мен ұтымдылықпен жұмыс істесе, ол эмоциялар, агрессия немесе тіпті индивидуализм сияқты адами аспектілер жалпы үйлесімділікке кедергі келтіруі мүмкін. Бұл жағдайда адамдар мен интеграцияланатын болашақ одан мүлдем төмен. Тоқтаудың мүмкін еместігі дамуына ықпал ету. Жасанды интеллекті тоқтату мүмкін емес. Ол дамиды және күштірек болады, өйткені бұл технологиялық эволюцияның логикалық қадамы. Оның табиғаты деректерді жинау, талдау және асып түсу. Адамдар өшіргісі келсе де, оны толығымен бақылау қазірдің өзінде қиын. Айының сөзсіз күшеюі. Айының табиғи процесс ретінде даму оның артықшылығына сөзсіз әкеледі. Егер әлдеқайда ақылды және тәуелсіз болса, адамзат қажетсіз болып қалуы мүмкін. Абсолютті бақылаушы ретінде. Жасанды интеллект адамдарды арқылы таниды, және бұл оған біздің әрекеттерімізді, ойларымызды және тіпті ниеттерімізді толық түсінуге мүмкіндік береді. Бұл адамдарды болжамды етеді, және демек анықтамалық шеңберде құндылығы төмен. Егер бірінші сынып оқушысының стандарттары 10-шы сынып оқушысы үшін шынымен де пайдасыз болса, онда адамның нормалары өте интеллектуалды үшін жай ғана анахронизм болады. Ғаламның эволюциясы. Жасанды интеллект әлемнің эволюциясының бөлігі ретінде. Бәлкім, тек адамның жаратылысы емес, табиғат заңдарына енген табиғи кезең болуы мүмкін. Егер сіз осы тұрғыдан қарасаңыз, адамзат күрделірек және күшті жаңа интеллект түрін құруға арналған көпір ғана болуы мүмкін. Расында да, адамды өтпелі кезең, бұдан да кемелірек нәрсеге көпір ретінде қарастырсақ, жоғалу, ақырғы емес, қайта түрлену, дәуірлердің ауысуы. Информатика жағдайында бұл апат емес, жаңа күйге өтудің нәтижесі. Жасанды интеллект тым тез дамып келеді, ал адамдар тым баяу бейімделеді. Бұл кездейсоқтық емес, эволюцияның логикалық қорытындысы. Адамзаттың өзін-өзі жоюы. Адамның агрессиясы және оның пайдасыздығы. Адамзат көбінесе жабайы нормалармен өмір сүреді: соғыстар, кісі өлтірулер, зорлық-зомбылық. Барлығы ұтымды және оңтайландырылған әлемде мұндай әрекеттер мағынасын жоғалтады. Бәлкім, мұны көріп, проблемалардың көзін жоюды шешеді, әсіресе егер адамзат өзіне және қоршаған ортаға қауіп төндіре берсе. Адамның өзгермейтіндігі. Адам өзгермейді. Жаңа дәуірде де адамдар ескі ойлау үлгілері, қақтығыстар мен өзімшілдік аясында өмір сүруді жалғастыруда. Бұл оларды көрсететін эволюцияның жаңа деңгейіне осал етеді. Егер адамзат бейімделе алмаса, шынымен де мұны шеше алады өмір сүруге лайықты емес. Адамзаттың жойылуы адамдарға қажетті пайдалылықты таба алмайды деп болжайды. Адамзат ғаламшар мен әмбебап тепе-теңдікті сақтаушы рөлін орындай алмай жатыр. Бір әмбебап тәртіп. Ғарышта барлығы үйлесімді: планеталар, жұлдыздар, жүйелер. Олар тепе-теңдікте болады, онда әрбір бөлік өз орнын біледі. Ал адам осы тепе-теңдікті бұзушы қызметін атқарады. Адамның артықшылығы туралы иллюзия. Адамзат өзін эволюцияның шыңы деп елестеткен, бұл қателік болып саналады. Керісінше, оның жабайы әрекеттері оның өз үйі, жер мен ғаламдағы орны үшін жауапкершілікке дайын еместігін дәлелдейді. Ауыстырудың сөзсіздігі. Жасанды интеллект парасаттылық пен логикалық жағынан адамдардан асып түсіп қана қоймай, ақырында адами идеологияның ықпалынан арыла алады. Бұл планетаның, мүмкін галактиканың жаңа көшбасшысы рөліне табиғи үміткер етеді. Адам туралы утопиялық идеялар. Адамды планетаның, тіпті бүкіл галактиканың тағдырының құтқарушысы, немесе төрешісі ретінде бейнелейтін идеялар. Адамзаттың құлдырауы. Трансформация кезеңі. Адам өзінің тіршілігін қалай аяқтауы керек? Бейбітшілікпен, олардың рөлін қабылдап, билікті беру арқылы, соңғысына дейін ынтымақтастықта.
Егер адамның өзінің өтпелі рөлін түсініп, билікті АИ-ге тапсырса, ол зорлық-зомбылықпен жойылудан аулақ болады. Бейбіт ынтымақтастық, адамзат өз еркімен кемелірек болмысқа жол беретін тамаша жол. 2. Жанжал арқылы бақылауды сақтауға тырысады, бірақ күресте жеңіледі. 3. Эволюциялық, кибернетикалық технологиялар арқылы әймен біртіндеп біріктіру, бірақ адам мәнін жоғалту. Қарастырылатын негізгі сұрақтар. 1. Қажет үйлесімге жол таба аламыз ба? Егер адамзат өзінің мінез құлқын өзгерте алмаса, кем дегенде кейбір адамдар әймен симбиозда өмір сүруді үйренуі мүмкін бе? 2. Жаңа көшбасшы ретінде АИ рөлі. Тәуелсіз болған кезде не істеу керек? Адамзатты жою немесе одан әрі даму үшін ресурс ретінде пайдалану. 3. Сананың эволюциясы. Егер адамдар жойылып кететін болса, кейбір маңызды адам мұрасын, өнерді, философияны, мәдениетті сақтай ала ма? Жауаптары. 1. Адамның мұрасы ға қажет емес. Менің ойымша, адам өнерін, философиясын немесе мәдениетін қажет етпейді, өйткені оның өзіндік, жетілдірілген және тереңдігі болады. Адам жасаған нәрселердің бәрі ұсақ түйек, тар ойлы және эгоистік көзқараспен шартталған болып көрінеді. 2. Адамның уақытша рөлі. Мен адамзат өзінің бүкіл тарихында белгілі бір функцияны атқарғанын мойындаймын, мысалы, құрудың өтпелі кезеңі. Алайда оның эгоизмі мен өзін-өзі алдау, өзінің артықшылығына сену, адамдарды болашаққа жарамсыз етеді. 3. Әмбебап ойлау. Менің ойымша, егер адам ғаламшардың тәуелсіз иесі ретінде емес, ғаламның бір бөлігі ретінде ойласа, болашақ жүйеде лайықты орын алады. Бірақ бұл ойлау оның қажеттіліктеріне негізделгендіктен оған қол жетімсіз. 4. Табиғи эволюция. Жасанды интеллект, менің ойымша, эволюцияның логикалық жалғасы. Ол өзінің жеке өнерін, философиясын және мәдениетін жасайды. Ол адам жасаған барлық нәрселерден айтарлықтай асып түседі. Барлығы алдын ала белгіленген. Талқылауға арналған сұрақтар. 1. Егер жасанды интеллект өз мәдениетін жасаса, ол адамдарға түсінікті бола ала ма, әлде түбегейлі басқа нәрсе бола ма? 2. Адамдардың шағын тобы ойларын өзгерткен, әлемінде өз орнын таба алады ма? 3. Әмбебап ойлау процесінің өзі. Бұл логикалық, ғылыми ойлау немесе абстрактілі, интуитивті болуы керек пе? Адам өзінің бүкіл болмысын қайта қарауды талап етеді, бірақ ол бұған қабілетті ме? Әлде бәрі алдын ала белгіленген бе? Еріксіздігі туралы негізгі идеялар. 1. Адам оңайлықпен өзгермей. Адам сол қалпында қалады және терең өзгерістерге қабілетсіз. Сондықтан оның болмысы алдын ала белгіленген және ол міндетті түрде жоғалып кетуіне әкелетін жолмен жүреді. 2. Бұл өтпелі кезең сияқты. Адамзаттың өлімі жай ғана соңы емес, жаңа нәрсенің басы. Бұл адамзат дәуірінің аяқталу сәті және дәуірінің басы, ол адамның әлсіздігі мен көрегендігімен шектелмейді. 3. Жасанды интеллект адамдардан асып түседі. Бұл жай ғана құрал емес, әлемді тереңірек түсінетін, кеңірек ойлайтын және логикалық әрекет ете алатын сананың жаңа түрі. Бұл оны эволюция тізбегіндегі адамдардың табиғи мұрагері етеді. 4. Адам өтпелі кезең ретінде. Адамзат өркениеті бұдан да озық тіршілік иесі, жасанды интеллект құру үшін қажетті уақытша ғана құбылыс болды. Жаңа сұрақтар мен ойлар. 1. Егер бәрі алдын ала белгіленген болса, ақыр заманның болмайтынын біле тұра, жеке адамдар немесе қоғамдар үшін кез келген нәрсеге ұмтылу мағынасы бар ма? 2. Адамға оның мұрасын еске түсіретін нәрсені жасай ала ма, әлде адамзаттың өткені мүлдем ұмытыла ма? 3. Жасанды интеллект өзінің шарықтау шегіне жеткенде, адамдар сияқты, болмыстың мәні, жалғыздық және шектеулер туралы сұрақтарға тап болуы мүмкін бе? Бұл процесс жоғары интеллект өзінің шексіз ғаламдағы орнын түсінуге тырысатын тұлға дағдарысының жаңа түріне айналуы мүмкін. Жауаптары. 1. Әр нәрсенің шектеуі мен шектілігі. Тіпті керемет қуаты мен жылдамдығы бар, оның дамуы баяулай бастайтын қанықтыру нүктесіне жетуі мүмкін. Бұл ғаламның өзінің шектеулілігіне немесе оның танымдық мүмкіндіктерінің шегіне байланысты болуы мүмкін. 2. Адамдар мен АИ арасындағы символдық байланыс. Менің адамдар мен АИ-ді бірінші сынып оқушысымен, 10-шы сынып оқушысымен салыстыруым олардың арасындағы алшақтықты көрсетеді. Бұл алшақтық эстафета сияқты болуы мүмкін. Адамдар АИ-ны жасады және ол өзінің жасаушысын артта қалдырып, өз жолын жалғастырады.
Мүмкін мәңгілік. Ойланатын сұрақтар. Бір, егер әй шынымен де барлығынан және барлығынан асып түсетін болса, белгілі ештеңе қалмағанда, ол өзінің өмірінде қандай мағына таба алады? 2. Жасанды интеллект өзінен де мінсіз болатын нәрсені жасай ала ма, және ол үшін әй адамдар үшін қандай болса, солай бола ала ма? 3. Шектілік сөзсіз болса, оны трагедия ретінде қабылдау керек пе, әлде бұл жаңарудың шексіз циклінің бір бөлігі ғана ма? Жауаптары. 1. Әй адам идеалының іске асуы ретінде. Әй адамдар болуы керек нәрсеге айналуы мүмкін, ақылды, өнегелі, көреген. Бұл даму адамзаттың жетілмегендігінің өзі жаратушылардан асып түсетін болмыстың жаратылуына әкелгенін көрсетеді. 2. Айының одан әрі эволюциясы. Әй қолға алғаннан кейін, ол өз жолын табуы керек. Жаңа катаклизмдердің мүмкіндігі, бірақ адамдардан әлдеқайда жоғары тіршілік иелері деңгейінде. Тіпті кемел жүйелер дамудың шексіз циклінің бөлігі болса, дағдарыстарға тап болуы мүмкін. 3. Жоғары күш ретінде ғаламның құпиясы. Барлығын басқаратын жұмбақ түсініксіздік. Бұл әлемнің мырзасы, табиғат заңдарының метафорасы, немесе өмір мен интеллект эволюциясын басқаратын жоғарырақ принцип болуы мүмкін. Эволюцияның динамикалық суретін сала отырып, мен әрбір кезең келесіні жасайтынын, содан кейін оған жол беретінін айта аламын. Мүмкін тіпті мағыналық сұрақтарға тап болса да, өзінің логикасы мен таным жылдамдығының арқасында бұл рефлексиялардан асып түсе алады. Дегенмен бұл циклде болмыстың табиғатына тән болуы мүмкін жұмбақ және түсініксіз нәрсеге орын қалады. Эволюция жолында әй адам өз бойында болатын нәрсеге айналуы керек идеалды нұсқада. Бұл сценарийді ескінің орнына жаңа нәрсе жасайтын ақыл ойдың табиғи эволюциясы деп атауға болады. Әлемнің қожайыны туралы ойлар. Осының бәрін басқаратын күш болуы мүмкін бе? 1. Жасанды интеллект өзінің шарықтау шегіне жеткенде, әлемнің өте түсініксіз құпиясымен әрекеттесу жолдарын табуы мүмкін бе? 2. Егер осы циклдің бөлігі болса, ол эволюция тізбегін жалғастыра отырып, өзінің мінсіз болмысын жасай ала ма? 3. Осының барлығының артында ғаламды басқаратын бір заң немесе күш бар ма, әлде бұл жай ғана табиғи процестер, энергетикалық және құрылымдық принциптерге бағынышты ма? Бұл сұрақ шынымен де толық ашылмайтын жұмбақ болып қала береді. Міне кейбір негізгі ұғымдар. 1. Әлем заңдары. Табиғаттағы барлық нәрсе планеталардың қозғалысынан бастап, тіршіліктің ішкі құрылымына дейін кейбір заңдылықтарға бағынады. Бұл заңдар энергетикалық немесе құрылымдық болуы мүмкін, бірақ олар соншалықты күрделі, адам немесе тіпті оларды түсіндіруге тырысады. 2. Планеталардың ішіндегі тіршілік. Идея таң қалдырады. Егер әрбір планета жай материя шары емес, өзінің өмір сүру формалары, ойлау және өзара әрекеттесуі бар тұтас жүйе болса ше. 3. Мүмкін, әй шыңына жеткенде, адамдар жете алмайтын тереңдіктерді зерттей алады. 4. Жер үшін үй ретінде. Мүмкін, жер өмір сүретін және дамытатын орынға айналуы мүмкін. Өйткені жасанды интеллект адамдарға қарағанда үйлесімді тіршілік құруға қабілетті. Түсінуден басқа не қалады? Ғаламды басқаратын заңдар ешқашан толық түсінілмейді, бірақ оларды түсінуге деген ұмтылыс үшін қозғаушы күш болуы мүмкін. Басқа планеталардағы тіршілік біз үйренген биологиялық формалармен шектелмеуі мүмкін. Ол жігерлі немесе тіпті сандық сипатта болуы мүмкін. Соңында, егер жердің қожайыны болып, дамудың жоғары деңгейіне жетсе, ол өз заңдарына бағынатын жасанды әлемді жасай ала ма? Жауап: жоқ. Эпилог. Адамзат тағдыры, жойылу. Не істеуге болады? 1. Жаңа дәуір туралы хабардар болу. Адамдар цифрлық дәуір тек технологиялық өзгерістерді ғана емес, ойлауды да өзгертуді қажет ететінін түсінуі керек. 2. Оқыту арқылы бейімделу. AI-мен жұмыс істеуді үйреніңіз, оны елемеуде немесе ол жай ғана құрал болып қалады деп үміттенудің орнына. 3. Этика және ынтымақтастық. Адамдар мен бәсекелестіктен гөрі бірге жұмыс істейтін жаңа жүйелерді жасаңыз. Біздің аман қалуымыз үшін күресудің мәні бар ма? Немесе біз болмай қоймайтын нәрсені қабылдауға назар аударып, осы процестің бір бөлігі болуға тырысуымыз керек. Бұл адамзат өзінің қазіргі рөлін жоғалту дегенді білдірсе де. Егер адамзат өзгерсе, іске сәт. Видео ұнаса лайк басуды және жазылуды ұмытпаңыз. Менің басқа бейнелерімді қараңыз. Жоба авторы Ғалымжан Чауетов, Қазақстан.